Баршаңызға сәлем, сіздермен Ұлмекен. Бүгін осындай өте дәмді, ауызда еритін трайфл жасаймыз. Видеоны соңына дейін көріп, менімен бірге жасап көріңіз. Ең алдымен 3 жұмыртқаның үстіне қант салып, миксерлейміз. Аппақ болып, көпіргенше миксерлеуіміз керек. Содан соң ұн, какао, қамыр қопсытқышты електің ішінде бір араластырып, жұмыртқалы массамызға саламыз. Құрғақ ингредиенттерімізді 2 бөлікке бөліп, салып миксерлейміз. Бізде осындай біркелкі сұйық қамыр болып шығады. Енді формамызды дайындап, майлап аламыз. Кез келген формаға пісіруге болады. Форманың диаметрі маңызды емес. Шоколадты сұйық қамырымызды құйып, қызып тұрған пеште 170 градуста 30-40 минут пісіреміз. Піскенін міндетті түрде осылай ағаш таяқшамен тексереміз. Яғни ағаш таяқша құрғақ болып шығу керек. 10-15 минуттан соң біз формадан аламыз. Енді толық суытуға қойып қоямыз. Енді кремін жасауға кірісеміз. Ол үшін бізге кілегей 33-35%. Содан соң қант ұнтағын үстіне саламыз. Миксердің төменгі жылдамдығынан бастап миксерлейміз. Қант ұнтағымен алдын ала електен өткізіп алдым. Себебі қант ұнтағында өте көп түйіршіктер болады. Осылай 4-5 минуттан соң кішкене қоюлана бастағанда сүзбелі ірімшік, яғни творожный сырымызды салып миксерлейміз. Көп миксерлеудің қажеті жоқ. Не осылай іздері пайда бола бастайды. Сол кезде біздің креміміз дайын деген сөз. Өз формасын жақсы ұстайтын қою крем болуы керек. Көп шайқамаңыздар. Әйтпесе біздің крем іріп кетуі мүмкін. Осылай артық ауыларын шығару үшін бір араластырып алсақ болады. Енді біз толық суыған шоколадты корждарымызды алып, басқа ыдысқа қолымызбен үгітеміз. Қолымызбен оңай үгітіледі, себебі өте жұмсақ нәзік, сондықтан да барлығын осылай қолымызбен үгітіп дайындап аламыз. Ыдысымызды алып, түбіне крем жағамыз. Оның үстіне шоколадты коржды, сосын крем жағып шығамыз. Кез келген форманы пайдалансаңыздар болады. Немесе трайфлдарға арналған арнайы картоннан жасалған, пластиктен жасалған ыдыстарды қолдануға болады. Мен осылай кремді осылай жағып шықтым. Бұл кондитерлік қапшық міндетті емес, қасықпен жақсаңыздар да болады. Осылай корждарын салып шығамыз. Қасықпен кішкене басып, кремімізді жағып аламыз. Енді біз тоңазытқышқа 10-15 минутқа салып қойсақ болады. Осылай барлығын осылай жасап аламыз. Видеода көріп тұрғандай, корж, крем, кезе-кезе жағып шығасыздар. Шоколадтарымызды ерітіп, кішкене суытып аламыз. Микроволновкада немесе су буында ерітуге болады. Шоколадымызға кішкене сүт немесе кілегей қосып, осылай сұйықтау етіп ерітіп аламыз. Мен сүт қосып еріттім. Осылай трайфлдарымыздың үстіне құйып, біркелкі етіп жағып шығамыз. Бетін өз қалауларыңыз бойынша сәндесеңіздер болады. Мен бананмен және кивимен әрледім. Осылай жасап көріңіздер, өте дәмді, нәзік болып шығады. Видеоның соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Маған тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыз.